такси жүргізушілердің каспилері блокта жатыр. Төленбеген кредиттері бар, микрокредиттері бар. Сообщение келіп жатыр. ИПсіз жұмыс істеуге бола ма, болмай ма? Не істейміз, ойбай ай! Ассалаумағалейкум достар, Демежан Карменов арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біздің арнада өте қызықты және пайдалы ақпарат сіздерге жеткізетін такси саласында. Достар, Яндекс агрегаторда бізге не келіп жатыр бәрімізге? Опа, қазір отырып алайыншы машинама. Сообщение келіп жатыр. ИП болып тіркелеміз бе, не істейміз енді? ИПсіз жұмыс істеуге бола ма, болмай ма деген сұрақтар барлықтарымызды толғандырып жатыр. Такси келешегі не болады? Сонымен бүкіл 50% водитель такси жүргізушілердің каспилері блокта жатыр. Төленбеген кредиттері бар, микрокредиттері бар, алименттері бар деген сияқты штрафтар бар. Баланбай миллионға дейін жиналып қалған гаидағы штрафтарымыз бар. Камерада сонымен ЧСИ-ға өтіп, каспиларымыз блокта, счеттарымыз блокта. Сонымен Яндексте жұмыс істеп жүрміз. Әйтеу парк арқылы және де ақшамызды любой картаға шешіп алып жүрміз. Енді сондай күнге қысымшылық келді ма? Не істейміз деген сұрақ туындауда. Бұл сұраққа сіздерге бүгін мен жауап берем. Лайктарыңызды аямаңыздар. Кеттік. Біріншіден агрегаторға келіп отырған сообщениені оқып жіберейін сіздерге. Маған скриншот қылып жіберді, маған да келді сообщение бойынша. Так, не істейміз, достар? Не істейміз, ойбай ай! Қаншып бітірді ғой бәрін. Яндекста жыл сайын қысым көрсетіп, жұмыс еткізбей қойды деп. Қорықпаңыздар, достар. Не қалай айтса, әлі жұмыс істеуге болады деп мен ойлаймын. Бәрімізді қысып жібермейді. Неліктен, не себепті деп өз пікірімді айта кетем. Не себепті солай болып жатқан. Өзіңіз білетіндей, бір жылдай болып қалды бәрі Яндекс таксиға, Яндекс водитель ИП болып тіркеліп жатқандары бар. Прямой серіктестік Яндекспен. Онда өзінің біраз кемшіліктері бар. Өздеріңіз білесіздер. Мысалы, мен көп балалармен сөйлестім ғой. Мәкенмен де сөйлестім. Мәкенде айтады, ыңғайсыз деді былайынан. Енді ақша жағынан шешу, біріншіден келесі күн түседі ақша. Партты шешсен, және де біз эконом тарифында безналичный қойып алып, более-менее адекватты адамдар тасып жүрміз ғой. Безопасный поездка дейді, қауіпсіз. Баланбай 3 километрден келесін, наличка тұрса, клиент атымен берсе, или 7 минут күтіп отырып, активность жоғалтпайын деп 7 минут күтесін де, сосын атмена жасайсың, общем 10 минут, 3 минут тегіні бар, компенсацияны берілмейді, наличка тұрса. Сол ең жаманы. Сосын сол ең несі. Ал безналичный тұрса, хотя бы атымен берсе бір 400 теңге, 500 теңге компенсация түседі. Көріңіздер ма, достар? Сонда экономмен безналичный қойуға болады парк арқылы. Ал Яндекспен тікелей серіктесте жүрсеңіздер, наличный, безналичный деген ауыстыра алмайсыздар. Тек қана баланста ақша болса, безнал қоя аласыздар, и то без заказдан кейін ол ауысып кетеді. Сондықтан да паркпен жұмыс істесе, безналичный қойып алуға болады. Міне барлықтарымызға келіп отырған сообщение, достар. Орысша келді маған, сіздерге орысша оқып берейін. Мынаға скриншотын қоямын. Чтобы продолжать выполнять заказы такси, нужно иметь легальный статус. О, шешене рахмет демекші мадияр. Типа социальный кодекс РК и трудовой кодекс РК соларын сақтау керек деген сияқты. Солар талап етіп отыр дейді, требует. Чтобы такие водители зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, индивидуальных, или заключили трудовой договор с таксопарком. Таксопарктер не захотят заморачиваться, заключать трудовой договор, там очень много нелер бар төлейтін. Сондықтан да таксопарктер не будут этим заморачиваться. Ну, трудовой договор. В другом статусе заниматься перевозками такси не получится дейді. Ойбай, қорқытып жатыр бізді. Қорқытып жатыр. ИП болып тіркелмесең, бітті, жұмыс істей алмайсың деген сияқты.
Выберите статус, в котором вы подтвердите сотрудничество напрямую с сервисом, как ИП дейді, жаңа мен айта кеткен, через таксопарк, как парковый ИП-водитель, дейді, или по трудовому договору. Это можно уточнить в вашем таксопарке, дейді. Что почитать, чтобы принять решение, дейді. И у ИП-водителя есть свои преимущества от государства и сервиса. Короче, мне осындай достар сообщение келіп жатыр. Кейбір ойды бітті, ертеңгі күні, мысалы сентябрь, біреу айтып жатыр сентябрьден бастап бітті, тікелей парк арқылы жұмыс істей алмай жатырмыз деп. Интернет желісіне кірсең, Ресейдегі болып жатқан жағдай ғой, бір сөзбен айтқанда. Жоқ, бізде ондай болмайды, достар. Қалай істеп жатырмыз? Істей береміз парк арқылы. Бірақ та ол уақытша, достар. Просто бізге резко сондай талап бәрін шығарып тастай алмайды. Біріншіден, мемлекет талап етіп отырса, Яндекстерден, басқа агрегаторлардан бәрін рәсімдеңіздер. Налог далаға кетпесін, салықтарымыз далаға кетпесін, қазынамыз толтырсын, салық төленсін деген ниетпен негізі. Оны бірақ жария айтпайды ешкім. Ешкім сіздерге солай айтпайды. Біз такси жүргізушілердің құқығын қорғап отырмыз, әлеуметтік дәрежесін көтереміз, медстрахование, ертең пенсияға шығатындай болсын деп айтып жатыр. Негізі дұрыс, бірақ соны жария қылады. Ал енді қазынамыз такси жүргізушілер арқылы толтырылатыны жайлы ешкім жария етпейді, достар. Сондықтан да ол түпкі мақсаты сол, бәрін заңдастыру. Қазынаға біз такси жүргізушілер салық төлесін деп соған әкеліп отыр. Енді мен және де ол, достар, сол болады, бірақ сразу болмайды. Резко жаңа мен айтып кеткендей мемлекет талап етіп отырса да, агрегаторлардың олар резко істемейді. Өйткені барлық 100% бәрі ИП ашып жұмыс істеп кетпейді. Егер де сон резко дейді ғой, лизде бәрін бейт тоқтап тастаса болды, только ИП арқылы жұмыс істейсіңдер десе, линияда 90% машина линияға шықпай қалады. 90% көлік, 90% такси желіге шықпайды. Не болады? Не вывоз заказов дейді ғой, тапсырыстар орындалмайды, спрос өйіп келеді, коэффициенттер жоғары болады, ойбай, хаус, бір сөзбен хаус болады. Сондықтан да ол ақырын келе істелінетін нәрсе, достар. Сондықтан да ол соған дайын болу керек, алдын ала дайындалып қою керек. Егерде 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл уақыт бар, таксида қалам, такси істеймін дегендер болса, ары қарай ойланып толғанып, басқа салаларды қарастырасыздар ма, енді қалай болатынын енді өздеріңіз қарайсыздар, ойланасыздар. Қарызы бар жігіттер, Каспилері блокта жатқан, заблокированы болып жатқан, счеттар арестте болған әріптестеріме тез қарыздан құтылу. Достар, қарыздан қалай құтылуға болады? Достар, Google-ға терсеңіздер, реестр должников РК деп шыға келеді сайт, сол реестр должников. Оған иіңізді тересізді, сізге қандай, даже Каспилдан да қарауға болады. Часы, номеріне дейін бәрін табасыздар да, каждый часыға барып, бүкіл қарыздармен разбираться етіп, каждыйларына обязательно жазып кетесіздер да, каждыйына хотя бы айна 10-15 мың, 20 мың теңге, 5 мың теңге болсын төлеп отырыңыздар. Бір жыл, 1,5-2 жыл көлемінде сол қарыздарыңыздан құтылыңыздар, достар. Қарызсыз болған өте күшті, достар. Шын айтайын, мен де осы мен жуықта қарыздардан, осындай мен қарыздар болды, қарыздардан құтылдым. Каспи ашылды, қарыздарым жоқ, енді мен ИП болып тіркелейін деп жатырмын. Өйткені мен тікелей Яндекспен серіктес емес, парковый ИП водитель болып тіркелейін деп отырмын. Жәнегідей паркта енді осы мне 2-3 апта болып кетті. Яндекс прямой водитель ИП-ларға береді ғой, плюс 5 приоритет, ежедневный цель, басқа да плюшкалар, 12 сағатқа промокод дегенде тіркелген соң бір мезгілге одноразовый
промокод береді. Сол сияқты парковый водительдің тіркелуге болады. ИП болып Яндекстағы берген приоритеттерден барлық берген жеңілдіктерді барлық сол парковый водительді алады. Разница ешқандай болмайды. Солай 1% налог төленеді, солай пенсионка, соцотчисление, медстрахование, соның бәрі солай төленеді парковый водительдерді. И бір плюсы енді қосымша 2% парк алып отырады тапсырыстан. Ол түк емес достар. Сол 2%-ның ішіне сіздерге қандай удобство, қандай ыңғайлы жасалып істелінген парктың атынан. Ол сіздер ақшаңызды лезде любой уақытта 1 минутта бұрынғыда қалай шештіңіз, солай ақшаңызды шешіп аласыз. Және де безналичный оплата қойып тастай аласыз, экономда жүрсеңіз, тек қана безнал түсетіндей. Наличка емес, чтобы заказдар және мен айтып кеткенде отмена болмас үшін. Сонымен сіздің бухгалтерияңызды парк жүргізіп отырады. Ай сайын өзі паркпен егер тіркелем десеңіздер, мұнда телефон нөміріме қалдырып кеттім, хабарлассаңыздар болады. Маған консультацияға бухгалтердің контакттарын беріңіз, мен парковый водительға консультация алайын деп едім деп айтасыз. И сізге қандай сұрақтар сізде туындап тұр, сол сұрақтарды қойып, егерде ұнаса парковый водитель болып тіркей аласыз. Сізге ай сайынғы зарплатаны қоя аласыз, минимальный қоя аласыз, там 80 мың теңге айына алып отырғандай 500 мың теңге зарплата қоя аласыз. Бірақ та енді 500 мыңға тиісті айына сол бір 50 мың теңге дейма, сондай төлеп тұру керек. Зато ертең кредит, ипотека алсаңыздар, сіздің жалақыңыз 500 мың деп көрініп тұрады банктерде, и сіз спокойно кредит, автокредит, ипотека аласыз. Өз жұмысыңызды заңдастырасыз. Налог 1%. И тек қана сол басқандай кәсіппен айналысқан ИП емес, жаңадан ИП ашасыздар. Онда ИП болса, оны жабу керек. Сондықтан да сұрақтар барлық осы номермен консультация жасап алу керек. Мен тіркелем, достар, сіздермен бірге барып ИП болып тіркелем. Сосын ИП болып жұмыс жасаймыз. Басым қатпайды бухгалтериялық нелермен. Жағдай вопростармен. Парктың штат бухгалтеров дейді ғой, парка бәрін істеп беріп отырады. И соған сіздерде қарыздарыңыз болса, пак Каспийда, соны жабыңыздар, достар. Жабыңыздар тезірек мүмкіндік болған кезде. Егерде о жағынан да кішкене білмеймін десеңіздер, кішкене хабарыңыз болмаса, сол паркке де хабарласа аласыз, айта аласыз, менде осы қарыздарым бар, қарап бере аласыз ба, кімге қарызбын. Олар сізге консультация ретінде сізге жүйелі түрде не істеу керек екенін айтып береді. Алгоритм действий дейді орысша. Анаған звондайсыз, бүйтіп айтасыз, ананы істейсіз, анаған бару керек, анаған звондау керек, анаған звондау керек. Барып осындай өтініш жазасыз, алып келесіз, болды. Сосын счетыңызды блоктан шешіп береді, Каспийіңізді. Сосын тіркеліп ақырын жұмыс істей бересіз. Енді сон барлық досконально нарадан номерда сіздерге консультация береді, достар. Мына номер консультация бермейді, бұл тіркелуге арналған номер негізі, парк колесаға. Осы жазсаңыздар, осы номерден менеджер сізге нені контакт береді, қай номерге хабарласу керек екен консультацияға. Осы айтарым, достар. Так что пока 1 жыл, 2 жыл, мүмкін 3 жыл білмеймін. Пока уақытымыз бар, пока парк арқылы жұмыс істей беруге болады. Ну, бірақ ИП жағын, қарыздар жақты ойластырып беру керек, достар. Кімде бар, сол жабу керек. Кім енді 1-2 жылдың ішінде ойланып толғанып алыңыз. Басқа жұмыс қарастырасыз ба, или сондай қазір болады, енді подработчиктар бар, основной жұмысы бар, ИП аша алмайтындар. Пока істей беріңіздер, 2-3 жыл істей беруге болады деп ойлаймын. Білмеймін, бұл менің субъективный мнением. Мүмкін 1 айдан кейін істеп жүреді, бірақ 1 айдан кейін вряд ли. 2 жылдан кейін, 1 жылдан кейін болып қалуы мүмкін, 1 жылдан кейін. Прям болды, бітті, таксида тек қана ИП арқылы легально ғана жұмыс істейді деп үкімет шығарады, жүктейді оны Яндексқа, Яндекс оны жүзеге асырады. Сондай. Мына, достар, бейнероликте үстінде о әлі шықпады, скоро деп тұр, күшті бір подкаст бар. Көлікті кредитке алып, төлей алмай жатқан тұлғаларға не істеу керек екен, нарада подкаст болады, ол жоқ әлі. Ал мұнда астында менің Алматыдағы болған BYD көлігіне шоу, достар, өтіп қарсаңыздар болады. Барлықтарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Демежан. Айтылмай кеткен нәрсені пікір қып, комментарий қып жазыңыздар. Мүмкін тырысам, уақыт тауып
оқып жауап беруге тырысамын достар. Сау болыңыздар.